Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін Adata HD680 внешний накопительный дискіге обзор жасайтын боламыз. Бұл накопительный дискті мен мечтаға заказ бердім. Көп таңдау жоқ екен. Мечтада обзорлар қарап, түрлі тесттарды қарап, дискілердің ішінен осы Adata HD680 накопительный дискін алуды дұрыс көрдім. Онлайн заказ беріп, жаңа алып кетіп отырмын. 39.990 теңге тұрады бағасы. Оның ішінде міне нұсқаулығы орыс тілі, ағылшын тілі, араб тілінде, тағы да қазақ тілі бар ма, жоқ па, дұрыс бақыламадым. Алып қойып былай қарай. Мынандай коробкада несі көлемі 2 терабайт. Маған қажеттілік болған ма, ескі ноутбук, сол ноутбук ішіндегі ақпараттарды жазатын маған қосымша накопитель керек болды, сол үшін алдым. Ішінде мынандай қосатын USB шнуры бар. Өзі накопительный дисктің мынандай кейспен. Өзі сыртындағы қорғаушы қабы егер түсіп кететін жағдайлар болса сақтау үшін. Өзі накопительный дисктің өзі жеңіл, мынымен ауыр болады екен. Естуім бойынша обзорларда ешқандай артық переходник ештеңе керек емес дейді. USB 3.0, USB 2.0-ге де жұмыс істей береді дейді. Өзі негізі USB несі 3.0. Қазір компьютерге қосу арқылы тексеріп көретін боламыз. Айтылғандай 2.0, 3.0-ге де жұмыс істеді. Мен 2.0, 3.0-мен жұмыс істеген кезде ешқандай айырмасын көрген жоқпын лақтырған кездегі. 30 мегабайттың жобасында ұстады, бірақ кейін үлкен файлдарды, басқа түрлі файлдарды істеген кезде әр неге файлға әртүрлі жылдамдықта кетті. Кейде 100 мегабайтқа дейін жетті, кейінде аз болды, тіпті 10 мегабайт, 15 мегабайт. Соған қарағанда файлдың түрімен, көлеміне әртүрлі факторларға байланысты секілді көрдім. Сосын накопительді қосқан кезде көк индикатор жанады. Егер де файл жіберу барысында көк индикатор жанып сөнеді. Бұл менің алғашқы накопительный дискім. Бұл диск алу себебім обзорларды қарап отырып, кейбірде одан да жоғары жылдамдықта кететін накопительный дисктер болды. Сенімділік үшін осы неге накопительный дискке тоқтадым. Пока жаман жұмыс істеп тұрған жоқ, 1-2 күнде бақылағаным. Алуға лайықсыз ба, ол жағын өздеріңіз шешім қабылдап шешерсіздер. Сау болыңыздар. Бүгінгі обзорымыз осындай болды.